Қайырлы күн, Тарих мектебі каналының тұрақты көрермені. Бүгін сізге ұсынатын тақырыбым дамыған орта ғасырлардағы мемлекеттер кезеңінің ең алғашқы парағын ашатын Қарахан мемлекеті болып табылады. Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдары өмір сүрген алпауыт мемлекет. Егер де сіздерге ғасырмен айт десе, 10-13 ғасырлар аралық болып есептеледі. Негізгі территориясы батысында Жетісудан Испиджабқа дейін, шығысында Шығыс Түркістандағы Қашғарияға дейінгі аралықты қамтып жатыр. Астанасы Баласағұн қаласы және Қашғар қаласы болып есептеледі. Қарахан мемлекеті Қыпшақ хандығының оңтүстігінде, қазіргі Жетісу аумағында өмір сүрген мемлекет. Енді астаналары Баласағұн қаласы Сатық Боғра ханның кезінде болса, Қашғар қаласы Мұса ханның кезінде астана болып бекітілген еді. Қарахан мемлекетінің құрамы Жікіл, Яғма, Қарлұқ, Оғыз, Қаңлы, Үйсін деген ірі және ұсақ басқа да тайпалардан біріккен. Жалпы Қарахан мемлекетінің құрылуында басты рөл атқарған тайпа ол Қарлұқтар. Қарахан мемлекетінің басқарушы тобы екі тайпалық топқа бөлінеді. Ол Жікілдер және Яғмалар болады. Тең құқықты жүйе қалыптасқандықтан, Яғма тайпасының билеушілерінің ішінен ең бірінші суырылып шыққан Боғра хан, ал Жікіл тайпасынан басқарушы ретінде бөлініп шыққан ол Арслан хан. Екі тайпаның өзіндік тотемдік бейнелері болды. Яғма тайпасы бураға табынады, ал Жікіл тайпасы өздерінің тотемі ретінде арыстанды белгілеген болатын. Енді Қарахан тайпаларының қоғамдық құрылысына келіп тоқтайық. Барлық мемлекеттердегі сияқты мемлекеттің жоғарғы билеушісі билігі мұрагерлік жолмен беріліп отыратын хан жоғарғы титулға ие болады. Ханның орынбасарлары тегіндер, ілік хандар, бектер, нөкерлер болады. Бұл ханның ұрпақтарына берілетін лауазымдар. Одан кейін ханның кеңесшісі уәзірлер тұрады. Осы уәзірлердің қызметі Қарлұқ қағанатындағы күл еркіндерге өте ұқсас болып келеді. Өйткені Махмұд Қашғаридің еңбегінде күл еркін дегеніміз көл-көсір, ұшан теңіз, ақыл-ой иесі деген мағынаны білдіреді деп жазған екен. Ал орда ол ханның мемлекеттік саяси әкімшілік іс жүргізетін орны, онда сарай қызметкерлері тұрды. Қарахан мемлекетінің шаруашылығына келіп тоқтайтын болса, қарахандықтар әсіресе жылқы шаруашылығын өте көп дамытты. Өйткені Жүсіп Баласағұнның зерттеулерінде түркілер дейді, яғни қарахандықтар жылқы малына ерекше көңіл бөлген деп сипаттайды. Ал қалаларда кімдер тұрды деген сұраққа ол кедейленген малшылар мен егіншілерден құралды деп жауап берген екен. Енді Қарахан мемлекетінің жер иелену түрлеріне келіп тоқтайық. Қарахан мемлекетінің жер иелену түрлері 4 бөлімге бөлінеді. Ол иқта, вакфтық жерлер, барзигар, комендация деп аталады. Енді қазір әрқайсысына жеке сипаттама айтып көрейік. Иқта дегеніміз феодалдарға берілетін жер үлесі заңды түрде берілмеген, бірақ та феодалдардың сол жерлерде өзінің шаруашылығын жүргізуге және ірі жерлердің иесі болуға мүмкіндік берілген. Иқтаны иеленушілерді парсы тілінде иқтадар деп атаған, ал арабша мұқта деген екен. Иқтадардың қандай міндеті бар? Иқтадардың міндеті халықтан алық-салық жинап, ханға әскери қызмет етуші адам. Вакфтық жерлер көбінесе дінбасылардың, діни мекемелердің жер иелігі болып табылады. Вакфтық жерлерден салық алынбады. Өйткені ислам діні кіріп жатқандықтан дінбасылар мен діни мекемелер халық игілігіне жұмыс жасаушылар болып табылады. Сондықтан олардың жері де оларға
пайдалануға беріліп отырды. Көбінесе вакфтық жерлерде мешіттер, медреселер салынған екен. Енді келесі бардигар, ол жерді үлеске алған шаруалардың атауы, яғни шаруалардың жерінен пайдаланғаны үшін алым салық алынып отырды. Бардигарлардан салықтың түрлі өнімдей, ақшалай алынып отырды. Немесе осы бардигаларды музари деп те атауға болады. Төртінші жердің иелесі комендация, яғни әлсіз адам өз жерінде егін егіп, оны пайдалана алмайтын болса, ол жерді күшті адамның қолына беріп қою арқылы күн көретін жерді айтады. Қарахан мемлекетінде ондай да халықтар болған екен. Енді олардың шаруашылығын, қоғамдық құрылысын сипаттап бергеннен кейін біз міндетті түрде олардың мәдениетіне тоқтаймыз. Қарахандардың мәдениетін ең бірінші сипаты құрылыстар, яғни күмбездеп салынған мешіттер пайда болды, шығыс моншаларының құрылыстары салынды. Әсіресе Тараз қаласының маңында Қарахан ханның, Айша бибінің және Бабаджа хатунның кесенелері салынды. Назар аударып қарайтын болсақ, барлығы да ислами негізде жасалған, күмбезделіп бекітілген, әшекейленулері де өзіндік орта ғасырлық стильге тән болып есептеледі. Енді кесенелердің құрылысына қарап, бұл адамдардың тегін болмағандығын білуге болады. Қарахан жалпы тарихта Сатуқ Боғра ханның арғы атасы болып табылады. Осы Қарахан мемлекетінің құрылуы үшін әбден қызмет жасаған тұлға. Қараханның әйелі Айша бибі, ал Бабаджа хатун Айша бибінің күтушісі болып табылады. Бабаджа хатунға не үшін кесене салынды дейтін болсақ, Айша бибінің дүниеден өткен кезеңде 40 күн бойында басында шырағдан жағып қызметін адал атқарғаны үшін Бабаджа хатун да дүниеден өткен кезде Қараханның бұйрығымен оған хатун деген титул беріліп, басына кесене салынған болатын. Тараз қаласына барсаңыздар, Айша бибі кесенесі мен Бабаджа хатун кесенесі қатар тұр. Қарахан кесенесі Айша бибімен тұспа-тұс қарама-қарсы орналасқан екен. Енді олардың ғалымдарына келіп тоқтайық. Қарахан мемлекетінде аты әлемге танымал екі тұлғаның аталады: Жүсіп Баласағұни және Ахмет Үйгенекей. Жүсіп Баласағұни Қарахандар дәуіріндегі әдебиет өкілдерінің бірі, көрнекті ақын, ал Ахмет Үйгенекей Қарахан мемлекетіндегі ақын болып табылады. Қарахан мемлекетіндегі бұл ғалымдар туралы біз жеке тақырып ашып зерттеу жұмыстарын жүргізетін боламыз. Дәл қазір оған тоқтамаймыз. Ал теңгелерінде Самарқан, Үзкент қалаларында арнайы тиындарын шығарып отырды. Енді жалпы Қарахан мемлекеті туралы сипаттама қысқаша айтып кететін болсақ, түркі тайпаларының экономикалық және мәдени өмірі дамыды, отырықшыландыру белсенді түрде жүрді, иықталық жүйе қалыптасты, ислам мемлекеттік дін болып жарияланды, араб жазу қолданылып, ортақ этностар пайда болды. Енді құрметті ұстаздар, бұны көріп отырған осы айтылған сипаттаулардың барлығын сіздер арнайы кестеге салып, оқушыларға қосымша тапсырма ретінде берсеңіздер болады. Келесі видеомызда Қарахан мемлекетінің саяси тарихы туралы айтатын боламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.